Бірінші қаңтарда жазыппын да өлеңді. Махаббат деген ұлы зат арналмайды адамға. Махаббатты қою керек адам баласы тек қана өзін жаратқан Аллаға дейді. Адамдар қиянат жасайды, Алла қиянат жасамайды құлына. Қанша ашуланса да, оны жақсы көріп тұрады әрқашанда. Тәубе жасамайтынын білсе де, тәубе қазір жасап қалатын шығар деп күтеді. Ал құлы тәубе етсе, бұрынғы жасаған қате кемшіліктерін делеу кешіреді. Махаббатты Аллаға қоймағанда басқа кімге қоямыз, құрметті бауырларым, деп өлең жазған екенмін да. Махаббат деген ол шынымен де ұлы нәрсе да. Махаббат ұлы нәрсе. Ал біз махаббатты не нәрсеге арнап жатырмыз? Біз адамдарға арнап кетеді екенбіз да махаббатты. Белгілі болмаса дүниеге арнап кетеміз. Болмаса сол сияқты бір атақ құмарлық, тағы да басқа нәрселерге біз махаббат қоямыз. Ал махаббатты жаратқан кім? Абай атамыз айтады ғой, махаббатпен жаратқан адамзатты. Махаббатпен дейді. Бұл жердегі қоятын акцент махаббатпен. Кім жаратты? Алла тағала жаратты да. Ал сенің қазір дүниеге қойған махаббатың, болмаса бір адамды жақсы көруге қойған махаббатыңды жүрекке салатын болсаң, ол кезде не болады? Адамның жүрегінде катастрофа орнайды. Яғни құлдырау, депрессия, тағы да басқа нәрсе болады да. Өйткені сіз мақұл дүниені жақсы көрді деп айтайықшы. Сізде бір 5 миллион долларыңыз бар. Сол 5 миллион долларды конфискация жасайды дейді. Яғни тартып алды үкімет тарапынан. Сол кезде сізде қандай не нәрсе болады? Жүрегіңізде дүние бар. Яғни инсульт болмаса инфаркт аласыз да. Инсульт немесе инфаркт. Мысалы, әйеліңізді жақсы көрдік деп айтайықшы. Әйеліңізді жақсы көрдіңіз, жақсы көріп келеттіңізді, дүниеден ол өтіп кеткен кезде сіз қандай состояниеге түсінесіз? Жүрегіңіздегі әйеліңізден айырылған кезде жүрегіңіз қандай страдания болады? Бұл жүрекке бір-ақ нәрсе ғана сияды. Бұл Аллаға насият. Бұл жүректі Алла өзіне арнағанда, өзін жақсы көретін адамдары, мысалы, кім жақсы көретін болса, Алла тағала жүрегінен табады. Махаббат тек жүрек Алла тағалаға ғана қойылады. Алладан басқа нәрсенің барлығы ол провал, құлайды, құрдым. Шынымен де көріңіз. Менің өзім басымнан өткен ол нәрселер. Мен біреуді өзіме қатты жақын тұтып қойдым да. Содан тек сонымен ғана күшті болам, сонымен ғана мықты болам. Мынаған деген махаббатымды арнадым, ол күшті болады, сөйтіп келеді деген кезде, одан айырылған кезде мен бітті. Депрессияның көкесіне түстім ғой. Одан шығу оңай болған жоқ та. 2-3 айлап уақыт кетеді. Күнде отырасың, энергия болмайды, жұмысың онша емес болып қалады. И сол сәтте мен егер жүрегімді Аллаға ғана бұрып, яғни Алла тағаланы ғана жүрекке салып, қалғандарын тек жақсы көретін болғанымда, тек жақсы қарым-қатынас, жақсы нәрсені істеп жүрген кезде мен ондай нәрсеге түспейтін едім. Ең мықты мұсылман мен болатын едім. Ең мықты адам кім? Мен болатын едім. Ал Алла тағаладан басқа нәрсеге жүректі беріп қойған кезде ең әлсізі мен болдым, ең ақмағы мен болдым, ең наданы мен болдым. Менен ақмағы, менен наданы болмады да сол уақытта. Қазір Аллаға шүкір дейін, жаймен Алла тағала деген махаббат кішкене болса да пайда болып бастады. Әлі 100% емес. 100% болса мына жерде отпас едім да, басқа бір кеңістіктерді көретін едім да. Кішкене болса да Алла тағала өзін жақсы көріп мүмкіндік жасап жатыр да. Соның арқасында көптеген нәрсені түсініп жатыр. Адамға махаббат арнау қажет емес. Дүниеге махаббат арнау қажет емес. Тағы атаққа мансап құмарлық қажет емес. Ешқандай нәрсені жүрекке салмаңыздар. Ал жүрекке салынатын, жүрекке сиятын бірақ нәрсе ол Алла тағала. Болды. Одан басқа нәрсені салып көрдім мен өз басым. Практикаға еттім. Ол дұрыс емес нәрсе болды. Алланы ғана сүйіңіздер, Алланы ғана жақсы көріңіздер, Алла ғана жүректе болсын.